сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемдегі және Қазақстандағы жаңалықтарды алғашқылар қатарынан біле отырғыңыз келсе, арнадағы подписация және бір ғана лайк түймелерін баса отыруды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастадым. Шекарадағы былық, тұрғындар Қорғастағы жүйесіздікке наразы. Қазақстан азаматтары Қорғас халықаралық шекаралық ынтымақтастық орталығының билет кассасындағы жағдайға ашуланды. Әлеуметтік желіде отандастарымыздың арыз-шағымдары пайда болды. Жарияланған кадрлар қалыптасқан жағдайдың Қазақстан жағында болып жатқанын көрсетеді. Оқиға куәгерлері Қорғас аумағындағы жанжалдыққа, халықтың көптігіне және азаматтық ұйымның жоқтығына шағымданды. Желі парақшаларында Қорғас кассасында не болып жатыр, қашан тәртіп орнайды, халыққа қызмет көрсету орталықтарындағыдай жүйені неге енгізбейді деп жазып жатыр. Бізді тамашалауда жалғастырыңыздар, сау саламатта болыңыздар.